Сәлем менің құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі мен видеомда микротолқынды пешті қалай 2 минутта жылдам тазалауды көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазіргі мына дамыған заманда осы микротолқынды пешті бір күнде 2-3 рет қолданып жатамыз. Ол бізге ыңғайлы және тез ысытып береді. Ысытқан тағамдарымыздан ішіне май шашырайды және оның кетуі қиынға соғады. Енді мен сіздерге оның 2 минутта қалай тез тазалауын көрсететін боламын. Алдымен ыдысқа су құйып аламыз да, осындай губкамызды сығып аламыз. Және де микротолқынды пештің ішіне салып, үстіне ыдыс жуатын сұйықтығымызды құямыз. Енді пештің есігін жауып, мощность деп тұрған жеріндегі режимді средний дегенге қойып қоямыз. Сосын 1 минутқа қосып қоямыз. Міне 1 минут өте шықты. 1 минуттың ішінде іші буланып, майлары еріп, жууға дайын тұр. Енді осы губкамен ішіндегі тарелкасын алып, бөлек жуып аламыз. Сосын ішінде осы губкамен, мына губкамыздағы суымыз егер көбірек болса, кішкене сығып алыңыздар. Сосын ішін барлық жерін губкамен бір қайтарып жуып шығасыздар. Ол 1 минутта жуылады, себебі ішіндегі майлары жібіп тұр. Енді артынан су соратын майлығымызды таза суға жуып аламыз да, қатты сығып, ішін барлық жерін жақсылап тұрып сүртіп аламыз. Міне ешқандай қиындығы жоқ, тез ғана жуылды. Міне біздің пешіміз жалтырап, тап-таза болды. Достар, сіздер де осылай жуып көріңіздер. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ, ешқандай күш салмай 2 минутта жуып шығуға болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, төменге комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.